Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын суреттер сөйлейді әдісімен болжап көрейік. Иә, дұрыс айтасыздар. Суретте қариялар берілген, асыл қазынамыз кітап, домбыра, тұлпардың үстіне мінген хан, және де жас буынға батасын беріп жатқан ақсақал. Дұрыс айтасыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұқар жырау, тілек толғауы. Оқу мақсаты автор бейнесінің идеялық, стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау, бағалау критерийлері. Шығармадан алынған деректер арқылы автор рөліне талдау жүргізеді. Автор пікіріне өзгенің көзқарасымен салыстыра отырып өзіндік бағасын береді. Сабағымызға толық кіріспес бұрын мына бейнебаянға назар аударайық. 17 ғасырдың аяғында туған бұқар жырау аумалы төкпелі, бірақ ілгерішіл заманда өмір сүрді. Ол ұзақ жасап 1780 жылы дүние салды. Өмірінің соңғы жылдарында ол шығармашылық әрекетінен бөлек мемлекеттік құрылым мәселелерімен айналысты. Абылай ханның ақылшы кеңесшісі болды. Әкесінің сарбаз болғанына қарамастан болашақ ақын бұқар жырау өзіне өзге кәсіп саласын таңдады. Жас күннен бастап ол өз өмірін әдебиетпен байланыстырды. Тілдер үйреніп, ислам шариғатын оқыды. Бала күнінде ол медреседе оқу үшін бүгінгі Өзбекстан жеріндегі Бұхара қаласына аттанды. Бұқар жырау араб, парсы және жоңғар тілдерін меңгерген. Ол дауларды шешу мәселелерінде Абылай ханның ақылшы биі болған және шығармашылықпен айналысқан. Заманда байтақ далада байланыс көздері болған жоқ, қиын қыстау кезеңдер болатын. Елдің бір шетінде тұратын халық екінші жағында не болып жатқаны туралы хабарсыз еді. Сонда ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы мұра бізге қалай жетті десеңізші. Өзге елдердегі секілді оның өмірі туралы нақты тарихи құжаттар немесе жылнамалар жазылып сақталмаған. Бұл жерде мәліметтер басқаша тәсілмен жеткізілген. Бұқар жырау туралы қазір біліп түйгеніміздің бәрі мына адамның арқасында. Бүкіл өмірін ақынның биографиясын зерттеуге арнаған мәшһүр Жүсіп. Ол Бұқар жыраудың мұрасын зерттеп, бүкіл әлем бойынша ақпарат көздерін іздеген. Мәшһүр Жүсіп үлкен еңбек жасады. Ол қазақстандықтар үшін Бұқар жыраудың өмірі мен шығармашылығын қайта қалпына келтірді. Жақсы оқушылар, енді жабық сұрақтарға жылдам жауап береміз. Бұқар жырау қай жылдары өмір сүрген? Әкесі кім болған? Қай жерде туып өскен? Қандай өлеңдері бар? Жыраудың өлеңдерін жинап, қағаз бетіне түсірген кім? Дұрыс айтасыздар. Енді оқушылар, Бұқар жыраудың тілек толғауын аудио нұсқасын мұқият тыңдаңыздар. Бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа. Екінші тілек тілеңіз әзәзіл пасық залымның тіліне еріп азбасқа. Үшінші тілек тілеңіз үш көлсіз көйлек кимеске. Төртінші тілек тілеңіз төрде төсек тартып жатпасқа. Бесінші тілек тілеңіз бес уақытта бес намаз, біреуі қаза қалмасқа. Алтыншы тілек тілеңіз алты қанат ақ орда, ардақтаған аяулың күнінде барып біреуге тегіннен тегін олжа болмасқа. Жетінші тілек тілеңіз желкілдеген ту келіп, жер қайысқан қол келіп, сонан сасып тұрмасқа. Сегізінші тілек тілеңіз сегіз қиыр шар тарап, жер тұлданып тұрмасқа. Тоғызыншы тілек тілеңіз төріңіз тақтан таймасқа, 90-дағы қарт бабаң топқа жаяу бармасқа. 10-шы тілек тілеңіз оңай сені көтерген, омыртқасы үзілген, аязды күнде айналған, бұлтты күнде толғанған, тар құрсағын кеңіткен,
тас емшегін жібіткен, анаң бір аңырап қалмасқа. 11-ші тілек тілеңіз. 10 бармағы қыналы, омырауы жопарлы, иісі жопар аңқыған, даусы қудай саңқыған, назыменен күйдірген, құлқыменен сүйдірген, ардақтап жүрген бикешің, жылайда жесір қалмасқа. Сонымен оқушылар, жаңағыдағы аудио нұсқаны тыңдап болдық. Сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, толғаудың философиялық мәні неде? Екінші, толғау неге тілек деп аталған? Дәлелдеңіздер. Үшінші, 21-ші ғасырда бізге несімен қымбат деп ойлайсыздар? Төртінші, тілек толғауында айшықтау құралдарының қандай түрлері кездеседі? Бесінші, бұқар жырау толғауларын басқа қай ақын жыраулар шығармаларымен салыстырар едіңіздер? Жақсы, енді екінші тапсырманы орындаймыз. Тілек толғауын фило әдісімен талдаңыздар. F. Дерек. Шығармадан автор бейнесін ашатын деректерді жинауларыңыз керек. I. Пікір. Автор туралы өз ой-пікірлеріңізді жазасыздар. L. Сұрақ. Автор тұлғасын ашатын сұрақтарды құрастырасыздар. A. Іс-әрекет. Автордың өз көзқарасын білдіруде қолданған амал-тәсілдерін жазасыздар. Екінші тапсырмаға берген дескрипторлар: шығармадан деректер табады, автор тұлғасын ашатын сұрақтар құрады, автордың бейнесін анықтайды, автор туралы өз пікірін білдіреді. Жақсы, орындаймыз. Келесі, үшінші тапсырма. Өлең жолдарымен жұмыс. Бірінші бағанда өлеңнен үзінді берілген, екіншісінде туындаған сұрақ, үшіншіде сіздердің өздеріңіздің ойларыңызды жазасыздар. Мысалы, үшінші тілек тілеңіз үшкілсіз көйлек кимеске. Туындаған сұрақ: үшкілсіз көйлек неге кимейді? Және де бұл үшкілсіз көйлек деген қандай көйлек? Алтыншы тілек тілеңіз 60 басты ақорда ардақтаған аяулым күнінде ертең біреуге тегінен тегін олжа болмасқа. Туындаған сұрақ: ардақтаған аяулым неге тегін олжа болуы мүмкін? Қандай ойларыңыз бар, соны жазасыздар. Жетінші тілек тілеңіз желкіл деген ту келіп, жер қайысқан қол келіп, сонан сасып тұрмасқа. Бұл жерде қол келгенде неге сасып қалуы мүмкін деген, жаудың әскері тұтқиылдан келіп қалса не болуы мүмкін деген сияқты. Сегізінші тілек тілеңіз 8 қиыр шарт тарап, жер тұлданып тұрмасқа. Жер неге тұлдануы, яғни ашулануы мүмкін. 9-шы тілек тілеңіз төреңіз тақтан таймасқа, 90-дағы қарт бабан топқа жаяу бармасқа. Туындаған сұрақ: 90-дағы қарт баба топқа не себепті жаяу келуі мүмкін? Сол себепті ойларыңызды менің ойым деген бағанға толтырып жазасыздар. Үшінші тапсырмаға берген дескрипторлар ашық сұрақтарға жауап береді, жанрлық ерекшелігіне сай жазады. Іске сәт. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды 4 күйім әдісі арқылы қорытындылаймыз. Бұл жерде манадан сіздер бейнебаян көрдіңіздер, толғаудың аудио нұсқасын тыңдадыңыздар. Сонымен қоса, тапсырмаларды орындау барысында қандай күй кештіңіздер? Физикалық жағынан, зияткерлік жағынан, эмоционалды және рухани жағынан ойларыңызбен бөліссеңіздер. Үйге тапсырма: бұқар жыраудың тілек толғауын жаттау. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.